91-дің күзінде 91-дің жанартау боп атқылап оттан тұрдым. Жайық өңірі талай тарихи кезеңдерді өткерген, тектілердің қаны тамған қасиетті мекен. Асты-үсті байлыққа толы бұл өлкеге кімдер қызықпаған, кімдер лаң салмаған. Жоңғарлар, хиуалықтар, патшалық Ресей империясы, ақтар мен қызылдар болып, әр заманда дұшпаны да түрленіп, жан-жағынан жұлып жеп, жаншымаққа тырысты. Қолына найза беріп, жауға қояр ұрпақтың қара болаттай қас мінезін, бөрідей өрлігін, отан сүйгіштік асқақ рухын көрсетер тарихи уақиғаның өткен 20 ғасырдың аяғында осынау жанды жайықта тәуелсіздіктен тура 90 күн бұрын осы Оралда болғанын бүгінгінің адамдарына жеткізу мойнымызда кендірдей шірмей келеді. Сол түйдекті, сол күрделі күрмеуді тарқататын уақыт жетті білем. 1991 жыл. Алып одақ ыдырап, халықтар түрмесі күйреп, аз халықтар азаттыққа ұмтылып жатқан, үміт пен күдік күреске түскен өләрі кезең. Бұл тұста қазақ елінің де сын сағаты соғылды. Әсіресе Алаш ардақтысы Халел Досмұхамедұлы айтқандай, кіші жүздің Ресейге қосылғаннан кейінгі 150 жылдық тарихы қанмен жазылған тарих болған осынау жанды қияндағы ел басына күн туды. Шовинистік пиғылдағы топтар Батыс Қазақстан облысын елден бөліп, автономия құруға әрекет етті. Мемлекет тілі қазақ тілін мойындамай, облыста, қалада қолдануға ашықтан ашық қарсы шықты. Олардың дегеніне ерген Орал қалалық кеңесі Орал қаласында ресми тіл орыс тілі деп тәртіп енгізді. Ата заңға құлақ аспады. Отаршыл пиғылдағылар сыртта отырып отқа май құя түсті. Олар 1990 жылдың тамызында рұқсат етілмеген митингіге шығып, Қазақстанның 13 облысын Ресейге қосу туралы дау көтерді. Оралдағы азат азаматтық қозғалысының бастауыш ұйымын осы сол кезде 6 адам құрдық. 91 жылдың 21 мамыр күні Құтқожина Света, Өтегенов Дәрбек, Балмолдин Мұнайдар, Нұрлыбай Сейсенбаев, Сатқұлиев Төлебай және мен бәріміз үн қосып осы бастауыш ұйымды дүниеге келдік. Сол бастауыш ұйымның хатшысы қылып жігіттер мені сайлады. Сол 91 жыл 21 мамырда құрылған азат азаматтық қозғалысының бастауыш ұйымының нөмір 1 хаттамасын сонан соң Алматыға жіберіп тіркеттік. Сөйтіп елдің егемендігі үшін тәуелсіздікке арналған күресіміз басталды. Ол кездерде ұлттық мүддені ойлайтын, қазақтың ұлттық мүддесін ойлайтын саяси ұйымдар жоқ болатын. Қазақ тілі мәселесі де ол кезде өткір тұрды. Тек қазақ тілінен басқа, облыс қазақ тілі қоғамынан басқа, қазақ халқының, қазақ ұлтының мүддесін айтатын ешбір ұйым болған жоқ. 1991 жылдың 28 маусымында Орал қаласының атқарушы комитеті елімізді бөлшектемек ойлары барлардың ыңғайына көнді. Орал қазақтарының патшалық империяға қызмет еткендеріне 400 жыл толуын 1991 жылдың 16 қыркүйегінде тойлау жөнінде шешім шығарды.
саяси сауатты, салмақты болуға тиіс облыстық кеңес 1991 жылғы 5 шілдесінде қалалық комитеттің бұл шешімін қолдай түсті. 1991 жылдың қыркүйегінде емес, қазан айында Орал өңірі халықтарының тойы деген атпен аталған 400 жылдықты бүркемелеп атап өтуге қол қойды. Халық депутаттары облыстық кеңес төрағасы Есқалиев аталған той сымақты республика күнімен ұштастыру керектігін және оған Ресей мен көрші облыстардан қонақтар шақыруды құнттап, қыруар қаржы бөлгізді. Облыстық кеңес нені қазақ орыстардың сұрап отырған тойын, оны халықтар достығы тойының ауқымында өткізуіміз керек. Соның ішіне кіргіземіз деп ана қалалық кеңестің шешімін жойып кері шешім қалды. Бұның атын өзгерткенменен заты өзгерген жоқ болатын. Сондықтан оған да қарсы шықтық. Нәтижесінде біздің ұсынысымыз алынбады, күшінде қалды. Сондықтан біз Азат қозғалысының тамыз айында болатын съезіне барып, бұл мәселені көтердіп, сол жақтан бүкіл қазақстандық казачествоның сепаратистік пиғылына қарсы бүкіл қазақстандық манифестация өткізуге Қазақ СССР жоғары кеңестен рұқсат сұрадық. Ол рұқсатты берген жоқ, бірақ қарсылық та білдірген жоқ. Соған байланысты Азат қозғалысының мүшелері әр облыстан осы Орал қаласына 12-13 қыркүйектерде жиналуға келісім жасалынды. 13 қыркүйегінде облыстан шақырту алған атаман Мартынов бастаған Ресейдің казак әскери жасақтары Оралға саяси шара өткізуге сау ете түсті. Азат қозғалысының Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл облыстарындағы өкілдері топ-тобымен олар да осы күні Орал теміржол бекетіне ат басын тіреді. Ашынған халыққа бас көз бола білген Азат қозғалыстың белсенді өкілдері саяси қоғамдық үй форум ғимаратына, қазіргі одақтар үйіне жиналып, алдағандай әрекеттерге бару керектігін шешті. Жалпы сол тұста бұл ғимарат Азат қозғалысының штабы рөлін атқарды. Және бір айта кетерлігі, 113 еріктінің де тізімі осы одақтар үйінде түзілген болатын. Он 14 қыркүйекте қазіргі Абай атындағы алаңға халық көптеп жиналды. Олар қатты толқулы, бірақ неге болса да тас түйін дайын болатын. Түске дейін жиналған халықтың саны 3000-нан аспаса кем болған жоқ. Одан кейін елдің саны арта берді. Ал олардың жүрегіндегі, бойындағы намысты ер бабам Махамбеттің мына сөздерімен айшықтаған жөн көрінеді. Ел шетіне жау келсе, азамат ердің баласы намысына шыдай ма, жаттан көмек сұрай ма? Алланың не берері болжаусыз, жолдастарым мұңайма. Алматыда жасақталған Аттанайық Жайыққа штабының мүшелері облыстық
атқару комитетінің төрағасы Гартманның қабылдауында болғанмен одан нәтиже күту орынсыз еді. Алаңдағы нөпір жұртты азаттықтар сөздерімен тыныштандырып, сабырға жеңгізе білді. Күні осында өткізуге тиісті митингісіне рұқсатын тағы да сұрайды. Осы күнге дейін бізге оған жауап берілмей келді. Соны беруіңізді сұраймыз. Соңғы рет, ақырғы рет бүгінгі митингінің атынан деп жаңа бердік. Егер де ол митингіге рұқсат берілмесе, жауапкершілік, ол рұқсатсыз митингінің де түсетін барлық жауапкершіліктің бәрі қалалық советтің атқару комитеті, қалалық совет өз мойнына алады деп мәлімдеме жасадық. Ол халықты дұрыс жолға, заңсыз жолға итермелеу деп табылады дедік. Жаңа осы мәселе жөнінде жолдас Гартманға да мәлімдеме жасадым. Қазір сағат 6-да Есқалиев жолдастың кабинетінде бұлар мәжіліс өткізбекші. Сонда қараймыз деді. Тағы да ойластырамыз деп сөйледі. Сондықтан мұнда қазір осы жерде өздеріңіздің жаңағы қойған сіздердің атыңызға талапты қолдау ретінде осы жерден тұруларыңызды сұраймыз. 1991 жылдың 15 қыркүйегі Орал оқиғасының нағыз шиеленіскен, күрделі, сын сағаты соғылған мерзімі болып тарихқа енді. Осы күні Оралға келген әскери казак жасақтары ойға алған іс жоспарларын жүзеге асырмаққа тырысты. Атамандық штандарттарын желбіретіп, шіркеуде діни саяси жиын өткізді. Орынбор, Самара, Краснодар, Ростов, Дон, Кубан, Мәскеу, Орал казак жасақтары сап түзеп, суретке түсіп, құдды бір ғасырға кейін шегініп, патша заманы орнай қалғандай көрініс орын алды. Шіркеуден шыққан сап Зенит мәдениет сарайына бет түзеді. Ол жерде олардың салтанатты жиналысы өтуі керек екен. Осындай шаралардың тізбегінде Достық даңғылы мен сап құрап жүріп, Көрени ауданындағы келесі шіркеуде де әлгіндей уағыз жиын өткізіп, сосын Жайық жағасындағы Хан Тоғайда той көрігін ойын қызықпен қыздыра түспекші болған. Алайда олардың жолында ендігі күні бодандыққа болғысы жоқ халық тұрды. Халық басшыларды күтті. Олар қарасында көрсетпеді. Под руководством местных властей все идет. Почему идет? После молебня, там они где-то около 2,5 часов. Значит, остальные там, если там они намеревались вообще разгуливать по всему городу, участвовать там, значит, в своих пиршествах и так далее, устраивать там багрение, и так, ну, как вроде бы положено по случаю этих праздников. Но никакой, это же не санкционированные вещи были, поэтому мы не разрешили им идти. Они, значит, мы им рекомендовали вот Дом культуры, если хотите продолжить, там на небольшое время. На 1,5 часа они туда зашли, не докончили, потому что уже нельзя было сдерживать, значит, вот эту у нас большую массу людей. Мы считаем, в такой серьезной ситуации, благодаря выдержке вот городского населения, больших усилий правоохранительных органов, всей общественности, все были на ногах, и Гартман, и Мордасов, и его заместители, там и другие, третьи, все считают, где вы были, они буквально были в гуще. Меня посадили здесь для общего руководства, регулирования, потому что мне приходилось связываться с другими городами, вызывать дополнительные контингенты, обстоятельства докладывать республику. Так? Ну и вообще, значит, запретили мне выходить, потому что в основном там было направлено на меня много там лозунгов. Вот, хотя я собирался туда идти, у меня был заготовлен там немножко там примерные речь там на этой митинге или там среди манифестантов был разговор такой, но они вообще-то никого не слушали, поэтому мне запретили туда идти. Алаңдағы халық қатты ашылды, намысқа мінді. Алайда
сәл нәрседен тұтанып кеткелі тұрған оттың алдын алуды азаттықтар өз мойындарына алды. Ұзын саны 10 мыңнан да асып, буырғанған жұртқа басу айтып, ұстап тұру әр секунд сайын қиындай түсті. Аттанайық жайыққа және азат қозғалысының ұйымдастыруымен 113 ерікті адам ортаға шықты. Бұл күн қазақтарға той болса, қазақтар үшін қаралы күн деп жариялап, үнсіз қарсылық жүргізді. Қылшылдаған жас жігіттер мен қыздар және оларға басшылық еткен аға апалары бар бұл 113 ерікті неден болса да таймай, қарсы жақ қару қолданып жатса да үнсіз қайсарлық танытуға серт берісті. Сендер өз жерде сөйлей беріңдер, күтіңдер, сақ болыңдар, араңызға мастық кіргізбеңдер, тұрыңдар, кетпеңдер ешқайда. Біз барып, ана концертті болғызбаймыз. Білдіңдер ма? Ана 100 адам дайын тұр. Сондықтан ағайын тоқта, ағайын тоқта. Болмайтын ештеңе жоқ. Тырп етпеңдер. Бармайсыңдар, бармайсыңдар, тоқтаңдар, болмайды баруға. Тоқташа, 100 адамның өзі жетіп отыр, болды бармайсыңдар. Бізді қырып тастаса, сонда келесіңдер. Қалайық, мұқият тыңдаңыздар. Біздер сіздердің алдарыңызға мынау өзіміздің ұйымдастыру тобының шешіміменен бата алып келіп отырмыз. Бұған еріктілер өз зіміл жасап келді. Сондықтан біреуіңіз де араласпайсыздар. Араласқан адам біздің антымызға қарсы шығады. Сондықтан ешкім араласпайды. Мына істі бүлдіресіңдер. Естеріңде болсын. Бізге керегі. Осы жерде өздеріңнің қарағұрым болып тұрғандарың. Біздің тіректеріміз сендерсіңдер осы жерде тұрған. Естеріңде болсын. Егер соңыңызда біреу еретін болса, бәрін бүлдіреді. Барлығы бүлдіреді. Сондықтан уәде беріңдер осыған. Уәде беріңдер. Ешкімді шықпайды. Біз құрбан болып кетсек, сонда келесіздер артымыздан. Болды. Ешкімде қандай жағдай болғанда да ештеңеге араласпайды. Ұрып атсын, сабап атсын, өлтіріп атсын, ешкім ешқандай да араласу болмайды, естеріңде болсын. Біздің баратын қызметіміздің бар мәнісі осында. Осыменен әңгімеміз бітті қазір. Біз кеттік. Осымен кеттік, ешкім араласпайды, естеріңде. Ағайындар, біздің топқа ешкімнің қолы көтерілмейді, саспаңыздар. Егер де ондай-мұндай қауіп туатын болса, біз тағдырымызды күбетке тапсырдық. Соны талап етесіңдер, басқа еш нәрсе жоқ. Әлгі қолдасып, әлгі менен алысып жылтып кетпейсіздер. О, қалай халық! О, елім, жұртым! Менің құлындарым, балапандарым! Құдай басқа амандық берсін, амин! 113 ерікті көк байрақты көлбей ұстап, казактардың жиыны өтіп жатқан зенит сарайына таяды. Жолды бұрын сауыт киініп, сойылмен қаруланған тәртіп сақшылары бөгеді. Олардың ар жағында, зауыт ауласында желтоқсандағыдай қаруланған айрықша күштің бар екендігі де айтылды. Еркек тоқты құрбандық. Менің әлі есімде. Ереуіл атқа ер салып, егеулі найза қолға алып қарақазан сарбаланың қамы үшін атқа қонған ер Исатай, Махамбет бабаларындай қазақтың 113 жанкешті құрбандығы осы арада үнсіз тұрған болатын. Ал мұздай қаруланған күш тәртіп сақшылары шіркеуден жеткен казактарды қалқалап, оларға қорған болып, зенит мәдениет сарайына оп-оңай өткізіп жіберді. Ал бізді 113 жігітті жібермей кеуделерінен итеріп жау көргендей тоқтатты. Осынау тұста сындарлы шақта Мұхтархандай батыр жігіт намысқа шыдай алмай шиырға сөз саптады. Ал оның айтқан сөзі Жұбан атамыздың 86-да Колбинге қарсы айтқан сөзімен астасып жатқандай.
жұбан атамыз мен мұндай сұмдықты көргенше, ұл-қыздарымның қор болғанын көргенше, соғыста өлгенім артық демеп пе еді. Сол сияқты қазақ жігітінің айтқан сөзі де сондай мағынаға, мазмұнға ие болатын. Зенит сарайында казактардың мәдени концерттік шарасы өтіп жатыр деген әңгіме алаңдағылардың құлағына шалынуы мұң екен, жағдай ушықты. Жұртты ұстап тұру мүмкін болмады. Олар Зенит сарайына қарай лап қойды. Милиция, ОМОН сақшылары кімді болса да сойылға жығып, қарусыз жұртты қан қақсатуға әбден әзір еді. 113 еріктілер олардың алдынан шығып сабырға шақырды. Қысылтаяң шақта Орал мұсылмандар мешінен алдырған имам Ахметов Құран аяттарын оқып, енді бірде елдің алдына ананың ақ орамалды тасталды. Бұл да амал, толқыған елді тыныштандыруға септігі теме деген амал тұғын. Осы минуттарда Зенит сарайының ішінде казактардың асығыс-үсігіс жиыны өтіп жатты. Зенит сарайында саяси ойынның құйтырқы аталмыш тойдың басталғанын құлағы шалған халық нөпірімен тасқындап, атойлап, осы көшені бойлап бермен қарай төнді. Сол сәтте оларды тоқтатқан, сабырға шақырған 113 еріктілер еді. Баршамыз жүрекке жүрек, білекке білек дегендей шынжырдай тартылып, осы арада тұрған болатынбыз. Оң қапталымызда тұрғын үйлер, сол жағымызда үлкен зауыт. Жердің де ерекшелігі өзінің рөлін атқарған шығар. Бірақ ең бастысы, тәртіпке сабырға көнген халықтың бойындағы намысты бабамыздың мына сөзімен айшықтасақ, қане, қаннан 40 туғанша, қарадан бір-ақ тусайшы, артымыздан біздердің ақырып теңдік сұрарға. Түс ауа сағат 3-тен кете іштегілердің тысқа шығатыны айтылды. Мәдениет үйі алдына автобустар тақалды. Күзет күшейтіліп, милиция жасақтары тірі дәліз түзеп, казактардың көліктерге мінуін қамтамасыз етті. Халық ел тыныштығын бұзушыларға лағнет жаудырып жатты. Арт жақтағы есіктен де әскери киімде казактар топырлап, жасырын шығып бара жатқаны байқалды. Осылай әлдегімдердің мысық тілеуі мен көксеген соғыс оты тұтан байқалды. Оны болдырмаған ары асқақ, ішкі тәрбиесі мығым біздің халық. Жайық өңірін бөліп әкетпекке тырысқан сепаратистік тобыр лек-легімен жергілікті басшылық дайындап берген көліктерге асығыс-үсігіс отырып, Тасқала ауданындағы Шипов теміржол бекетінен пойызға үлгеріп, келген жақтарына кетіп тынды. Оралдағы жағдайды облыс тұрғындары облыстық радио мен теледидар арқылы білді. Мұндай мүмкіндікті сол кезде облыстық телекомпанияның басында Молдағали Рысқалиевтай жүректі жанның отыруымен түсіндіруге болады. Абзал аға арамызда жоқ. Халыққа жете дұрыс түсіндіру үшін жұмыстану керек болды. Азат қозғалысының басшылары, мен ол кезде облыстық телерадио комитет ол уақытта соның төрағасы едім, маған келді. Аллаға осындай жағдай, біз халыққа сөзімізді жеткізе алмай жатырмыз деп. Сосын мен сәл ойландым да, енді бұның бүтін жауапкершілікті мойныма алып, мен сіздерге радио арқылы облыс халқына шығуға толық мүмкіншілік жағдай жасаймын дедім. Енді телевидениенің ол уақытта мүмкіншілік тек қана қала халқына болатұғымды, қалада ол тап пәлендей не алмайтын болды, сосын радионы қостық. Сол радионы қосқаннан кейін оған қызмет еткен мынау Қалиев Руслан дейтін радио-тележурналист болды. Сариев Сүндет Қали, осы екеуі мықты қызмет жасады. Осын естігеннен кейін халыққа жеткен ғой енді біз ненің азаттықтардың үні. Мына оңтүстік аудандардан адамдар жиналып келе бастады. Казталов, Орда, Жәнібек, Жаңақала, Шапай аудандарынан. Бірақ оларды қалаға жібермеудің де тәсілдері болды. Дегенменен халық көп жиналды. Енді оның мен өзім білдім.
Бұл енді менің жеке өз басыма тап пәлендей абырой әкімшіліктің алдында апермейтінін, бірақ енді ұлтым үшін, халқым үшін, өзімнің жерім үшін мен өзімді аяған жоқпын. Барлық жағдайды жасадым. Маған қысымшылықта көрсетті. Халық шулатпаңыз, қажет жоқ, айтпаңыз дегендей. Бірақ оның біреуіне де қараған жоқпыз. Мен өзім қара басымның қамын ойласам, неге мен бастықтармен жаманатты болам? Неге мен 65-70-ке келгенше осы жұмыста сүйретіліп жүре бермеймін? Маған оның қажеті болған жоқ. Маған өзімнің елім, халқымның намысы, соларды қорғау, соларға жұртты, халықты көтеру, түсіндіріп айту болды. Мен сол мақсатыма жеттім деп өзім есептеймін. Бірде-бір қайғырған емеспін маған. Мен өзім басқа қандай бағалайтынын білмеймін, мен өзім дұрыс жасадым деп есептеймін. 1991 жылдың 15 қазанынан бастап Алматыда ақын Айсұлу Қадырбаева саяси аштық жариялады. Аз күннен соң оған Қадиша Кәрібаева мен Мейрамгүл Нүсіпова қосылды. Ал біз Оралда оның үнін қолдау үшін сол саяси акцияға қосылдық. Алматыдағылар 11 күн аштық жарияласа, соның 4 күні Қайрат Ибатов пен біздің иығымызға түскен салмақ болды. Және айта кету керек, сол күздің салқын қазан айында қазіргідей бұрқақ ойнап жатты. Оның ызғары 4 күн бойғы шатырдағы біздің сай сүйегімізден өтті. Және бір айта кетерлік, бұл тұста сол кездегі кеңестің көсемі Лениннің ескерткіші тұрды. Ал бүгінде ол тұста Сырым Батыр бабамыздың ескерткіші қойылған. Және бір тарихи оқиғаны еске алсақ, осы арада Исатай мен Махамбеттің Тастөбедегі көтерілісіне қатысқан қазақ сарбаздарын қиын қолға түсірген патша әскері осы арада жазалап, істікпен түйреп, дүре соғып, итжеккенге айдатқан екен. Олай болса, тарихи оқиғалар бір-бірімен астасып жатады. Ал аштық акциясына келсек, мен оны тағы да бабамның сөзімен түсінетінімді жеткізгім келеді. Ат жігіттің майданы, қылыш жанның дәрмені, өлім хақтың пәрмені. Атақты ермен бір көлсе, жігіттің болмас арманы, өте шыққан қызыл гүл, о дүниенің жалғаны. Жоғарғы кеңестің тарапынан саяси тарихи бағасын алу керек деп ойладық. Бұл енді баланың ойын емес, осыншама үлкен мәселе болғаннан кейін оның өзінің бағасын алуға тиіс деп азат қозғалысы мәселе қойған болатын. Осы мәселені төбіне дейін жеткізуде оны осы азаттыққа, жанқайырлыққа баратын біздің арамызда азаматтар бар екен, сол кезде біз көріп білдік. Мынау Айсұлу Қадырбаева апамыз Алматыда осы мәселені көтеріп аштық жариялады. Сонымен бірге осында Қайрат есім, сонымен бірге Мойдар Балмолда екі азамат аштық жариялап, осы мәселенің жоғарғы кеңестің тарапынан тексеріліп, өзінің әділ саяси бағасын алуын мәселесін қойды. Және де осы мәселеде де бұл азаматтардың жаңағы керек болатын болса, өзінің тәуелсіздік жолында жанқиярлыққа шейін бара алатын көрсетті. Бұл сол кезде қазақ жастарының саяси туалымының, жаңа ұлттық танымының беріктігін, олардың танымының тереңдігін көрсетті. Батыс Қазақстанда құрылған азат азаматтық қозғалысы өзінің негізгі мақсат етіп, тәуелсіздікті Қазақстанда орнақты ету, соны баянды ету мақсатын қойды, негізгі мақсаты. Осы мақсатта үлкен жұмыстар жасады. Қазақстан егемендігі туралы декларацияның қабылдану үшін мыңдаған қол жинап, мынау студенттер жатақханаларын, жұмысшылар жатақханаларын, Оралдың қалаларын кезіп жүріп, мыңдаған халықтың қолдаған сол декларацияны қолдау туралы қолдар жинап, оны жоғарғы кеңестің атына жіберді.
сол сияқты көптеген жаңа саяси мәселелерге араласып отырды. Осы кезеңде Орал қаласында құрылған орыс казактарының возрождение ұйымы, тарих ұйымы деп аталатын, оларда өздері ұйым құрып, басында жаңа салт дәстүрімізді соны жаңғырту деп басталған баратын, бірақ аяқ жағынан саяси мәселеге көп ден қойып, ақыр аяғында Орал қаласының деңгейінде Орал республикасын құру туралы өздерінің ойларын ашық айтты. Ол жөнінде Нұрлыбай Сейсенбаевтың Орал 91 азаттық жолында деген кітапта нақты шынайы түрде жазылған. Қалай болғаны бастан аяқ. Сондықтан мен оған тоқталмаймын. Сол кезде азат қозғалысы саяси шешім қабылдап, бұл орыс казактарының патша ағзамға қызмет етудің 400 жылдығын Қазақстан жерінде тойлау, бұл қазіргі кезде мына ұлттар арасына жанжал туғызатын үлкен мәселе, бұл қажет жоқ, өтке тиісті мәселе емес деп оған қарсылығын білдірді. Бірақ жергілікті сол кездегі совет партия ұйымдары оларға тыйым салып шара алмағандықтан азат қозғалысы өзі саяси жолмен қарсылығын білдіруге көшті. Жалпы қыркүйек оқиғасының оң шешімін табуда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың маңызды рөл атқарғанын қадап айтуға тиістіміз. Ол кісі сол кездегі одақ басшысы Горбачевтың атына, болмаса Ресей Федерациясының басшысы Ельцинге хаттар жазып, елдің дербестігіне байланысты ойларын білдіріп алаңдаған болатын. Сол хаттар бүгінде тарихи құжатқа айналды. Болмаса Нұрсұлтан Әбішұлы сол 91-дің қазанында біздер жариялаған аштыққа бейжай қарамады. 25 қазанда президенттік арнайы комиссия құрылды. Құрамында Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің депутаттары, ғалымдар, заң және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар комиссия 31 қазанда өз жұмысына кірісті. Ең басты қателік сол, отаршылдықты көксеген күштердің ыңғайына алдымен Орал қаласының, сосын облыстық кеңес басшылары көнген. Ресми түрде мойындасақ, азат демократиялық қозғалысы мен өзге де қоғамдық ұйымдардың қазақ жерінде отаршылдықтың мерейтойын тойламақ болғандарға қарсы шығып, олардың ойлағандарына тосқауыл қоюы асқан отан сүйгіштік көрініс, мемлекетке төнген қатердің алдын алып, дер кезінде бетін қайтарғандардың іс әрекеті дұрыс. Өйткені бұл арада қоғамдық тәртіпті ұстап, адам бостандығы мен құқықтарын қорғайтын өзге амал болмаған. Бұл күрес Қазақстан егемендік туралы декларациясын жариялағанмен әлі тәуелсіздігін алып болмаған, таразының басы қай жаққа басып кетеді деген сындарлы тұста елге рух берді, мемлекет болып өсуға жол ашты. 91-дегі Орал көтерілісінен соң қазақтың мұнайлы бай жерлеріне сырттан көз алартушылық тыйылды. Олар қазақ халқының өз жер үшін жанын салатынын тағы да мақтап ұқты. Жау жүрек бабадан патшаға қаратып айтылған мынадай сөз қалған: жайық құрғап қалғанша, тіпті ақыр заман болғанша қазақ бұл жерден көшпейді. Сонау ғасырда айтылған осы сөзді қазақ халқы 1991 жылы ісімен дәлелдеді. Ақиқ ақын Мұқағалиша айтсақ, махамбеттер тірі екен. «1991 Орал оқиғасы, қыркүйек көтерілісі, бұл да төл ата тарихымыздан ойып тұрып орын алуға тиіс. Өйткені бұл да азаттықты аңсаған ата-бабаларымыздың күресінің жалғасы,
қыл шылбыры үзілмеген ерлік дәстүрінің айқын бір көрінісі. Деректі фильмді дайындаудағы мақсат та өткенге салауат айта отырып, болашаққа бұл тарихты санаға сіңіру.